Саламатсыздар ма, құрметті достар. Бүгін өтетін сабағымыз 3-ші сынып математикасының 113-ші сабағы. Разрядтан бір рет аттап өту арқылы жазбаша көбейту және бөлу алгоритмі. Сонымен бірінші тапсырма: алғашқы ғарышкерлердің ғарышқа ұшуы туралы деректерге қара, сұраққа жауап бер. Титов пен Николаевтың ұшу ұзақтығын сағатпен өрнектеп, әр ұшқан сайын ұшу ұзақтығы қанша сағатқа артқан дейді. Берілген бірінші тапсырмаларды орындап алайық, иә? Жалпы 1 сағат 48 минут дейді. Бұл Юрий Гагарин, иә? Бір айналым жасаған екен, иә? Ендеше жазайық. 1 сағат 48 минут. Біріншісі. 1 сағат 48 минут. Жалпы өрнекте деген, иә? Алайда 1 сағат 48 минут бұл өзі қалады, иә? Бұл сонда Юрий Гагарин, иә? Юрий Гагарин. Жалпы 1 айналым екен, иә бұл? Ал екіншісі Герман Титов, иә? Жалпы 1 тәулік 1 сағат. Ал енді біз оны ары қарай есептейміз. Жалпы 1 тәулікте 24 сағат. Оған қосамыз 1 сағат, иә? 1 сағат. Сонда жалпы 25 сағат болады екен. Бұл бізде жалпы 17 айналым жасаған екен. 17 айналым. Жазбайық. Герман Титов, иә? Герман Титов екен. Восток 2 бұл, иә? Восток 2 деп жазбайық. Үшінші 3 тәулік 22 сағат дейді. 3 тәулік 22 сағат екен. Жалпы 3 тәулік бізде 3 көбейтілген 24-ті береді, иә? 3-ті көбейтеміз 24-ке және оған қосамыз 22 сағат. Жалпы 94 сағат болады екен, иә? Бұл бізде жалпы 64 айналым. 64 айналым деп жазбайық. Андриан Николаев екен, иә? Андриан Николаев деп жазбайық. Бұл Восток 3, иә? Восток 3 екен. Ал енді жауабы: әр ұшқан сайын ұшу ұзақтығы қанша сағатқа артқан дейді, иә? Оны сағатпен өрнектеп алдық. Ал енді Титов пен Николаевтың ұшу ұзақтығын сағатпен өрнекте дейді. Әр ұшқан сайын ұшу ұзақтығы қанша сағатқа артқан? Жалпы сонда жауабы жазбайық. Жалпы 94-тен азайтамыз. 25-ті тең 69 сағат болады, иә? Сонда жауабы әр ұшқан сайын ұшу ұзақтығы жалпы 69 сағатқа артқан екен, иә? 69 сағатқа артқан деп жазбайық.
Бізде бірінші тапсырма, келесі екінші тапсырмада көбейту қалай орындалғанына қара дейді. Жазамын. Жалпы бірінші көбейткіш бізде мына жерде 23 делінген, иә? 23. Оны екінші 4-ке көбейтеді екенбіз. Сонда бірліктерді алдымен көбейтіп аламыз. Жалпы 3 пен 4-ті көбейтсек 12. Бұл 10 болғандықтан бір ойда болады, иә? 2-ні 4-ке көбейтеміз. Сонда 8. Ал ойдағы мен бір 10-ды ойымда сақтағанды қосатын болсақ 9 болады екен, иә? Ондықтарды көбейтемін. 4 пен 2-ні көбейтеміз 8, ойдағы бір 10-ды қосамын, сонда 9 болады дейді. Ондықтардың астына 9 санын жазамын. Сонда жауабы 92 болады екен, иә? Келесі бөлуді жоғары разрядтардан бастайды. Бөлу қалай орындалғанына қара дейді. Жазамын. 92 бөлінгіш бұл 4-ке бөлеміз. Бірінші толымсыз бөлінгіш 9, бұл 10-дық, иә? Бөліндіде 2 цифр, 10-дық және бірлік болады. Ондықтарды бөлемін. Жалпы 9-ды 4-ке бөлсек 8 болады. 9-ды 4-ке бөлсек жалпы 2, иә? 2-ні 4-ке бөлеміз 8. Сонда бір қалдық қалады екен. Бөліндіге 2 санын, ал қалдықты 10-дықтың астына жазамын. Бірлікті қасына түсіремін. 1 10-дық және 2 бірлік. 12 бірлік болады екен. 12-ні 4-ке бөлгенде 3 болады, иә? Бөліндіге 3 санын жазады екенбіз. Қалдық сонда 0-ге тең. Демек, толық бөлінді, иә? Ал енді жауабы 23 болады екен. Келесі. Жалпы 4-ші тапсырмада өрнекті баған түрінде есепте дейді. Есептеудің нәтижесін және тексеру керек екен. Демек, 36-ны алдымен көбейтеміз 2-ге. 36-ны көбейтеміз 2-ге. 6-ны 2-ге көбейтеміз 12, ойдағы біреу, 3-ті 2-ге көбейтсек 6, ойдағы мен 7. Сонда 72 болады екен. Ал енді оны тексеретін болсақ, 72-ні 2-ге бөлеміз, сонда 36 болады, иә? Келесі. 28-ді көбейтеміз 3-ге. 3-ті 8-ге көбейтсек 24, ойдағы мен 2, 3-ті 2-ге көбейтеміз 6, 84 болады екен, иә? 84. Келесі. Ал енді 84-ті 3-ге бөлетін болсақ 28 болады, иә? Келесі 84-ті бөлеміз 7-ге. Есептеу нәтижесін тексер деген. Бұл жерде тексеретін болсақ, бөлген болсақ көбейтіп көреміз, көбейткен болсақ бөліп көреміз, иә? Бірақ сол жауаптың өзі шығады. 84-ті 7-ге бөлетін болсақ, бірден береміз 8-ге жағынсын. 8-ден 7-ні азайтамыз, 14 болады, иә? 14 7-ге бөлінеді, иә? 14 7-ге бөлсек 2 болады. Демек 14 азайтылған 14 толық бөлінді. Жауабы 12 болады екен. Келесі. 94-ті бөлеміз 2-ге. Бөлеміз 2-ге. 9-ге жақынсан, жалпы 4, иә? 4-ті 2-ге көбейтсек 8 болады. 14, 14-тен 14 азайтамыз, 0. Сонда мына жер 47 болады екен. Келесі. 25-ті көбейтеміз 3-ге. 3-ті 5-ге көбейтсек 15, бір ойда 3-ті 2-ге көбейтсек 6, ойдағы мен 7. Сонда 75 болады екен, 75. Келесі. 38-ді көбейтеміз 2-ге. 2-ні 8-ге көбейтеміз 16, бір ойда 3-ті 2-ге көбейтсек 6, ойдағы мен 7, сонда 76 болады екен. 5-ті бөлеміз 3-ге. Жақын сан, 7-ге жақын сан жалпы 2-ден береміз, иә? 2-ні 3-ге көбейтсек 6 болады. 7-тен 6-ны азайтамыз 1, 5 түседі. 15-ті 3-ге бөлсек 5 болады, иә? Сонда жауабы 25 болады екен. 5. 29-ды көбейтеміз 2-ге. 2-ні 9-ға көбейтеміз 18, бір ойда 2-ні 2-ге көбейтсек 4, ойдағы мен 5. Сонда 58 болады екен. Келесі. 85-ті бөлеміз 5-ге. Бірден береміз, иә? 1, 8-ден 5-ті азайтсақ 3, 35. 35 5-ге бөлінеді.
17 болады екен. Жазып қояйық. 17. Келесі 27-ні көбейтеміз 3-ке. 3-ті 7-ге көбейтеміз 21. Артындағысынан түседі. 2-сі ойда. 6. Ойдағымен 8 қосамыз 81 болады екен. Келесі 96-ны бөлеміз 6-ға. 9-ды 6-ға бөлсек 1-ден береміз, 6, 36 6-ға бөлінеді. Сонда жауабы 16 шығады екен. 16 деп жазбыз. Келесі 26-ны көбейтеміз 2. 2-ні 6-ға көбейтсек 12, 1 ойда. 2-ні 2-ге көбейтеміз 4, ойдағымен 5. Сонда 52 шығады екен. Бізде 4-ші тапсырма келесі. 5-ші тапсырмада теңдеулерді шеш дейді. Еші шығарайық. Бірінші теңдеу. 6 бөлеміз 4-ке қосамыз x тең 257. 96-ны бөлеміз 4-ке. Мен жазбайық. 96-ны 4-ке бөлсек 24 болады. 24 қосылған x тең 257. X тең қосу азайту болып өтеді. Сонда 257-ден 24-ті азайтады екенбіз. Біздегі жауап 233 шығады екен. Бұл жауабы. Орнына апарып тексеретін болсақ, 96-ны бөлеміз 4-ке және оған x-тің орындағысан 233. Сонда теңдік 257 болады екен. Бізде теңдік дұрыс орындалды. Ал енді келесі теңдеу. Y тең 95. Тең емес, азайту ма? Y азайтылған 95-ті 5-ке бөледі екенбіз, тең 800. Демек, Y азайтылған 95-ті 5-ке бөлетін болсақ, 9 болады, тең 800. Ал енді азайту қосу болып өтеді, сонда 800-ге қосады екенбіз 19-да. Y тең 819. Бұл жауабы. Ал енді орнына апарып тексеретін болсақ, Y 819 азайтылған 95 бөлінген 5 тең 800. Сонда 800 тең 800 болады екен. Келесі теңдеу 84-ті бөлеміз 6-ға, көбейтеміз баға тең 140. 84-ті 6-ға бөлетін болсақ, 14 болады. Сонда 14 көбейтілген б тең 140. Б тең көбейту бөлуге айналады. Сонда 140-ті 10-ға бөлетін болсақ, жауабы 14 болады екен. Қояйық. Ал енді тексеретін болсақ, 84-ті бөлеміз 6-ға 14, 14-ті 10-ға. 84-ті 6-ға бөлсек 14 болады. 14-ті көбейтсек жауабы 14-ке тең. Шатасып жазып қойды тағы да. Мына жерде 14. Мына жауабы 10. 84-ті 6-ға бөлсек 14 болады. 14-ті 10-ға көбейтсек, сонда 140 болады екен. 140 тең 140 болады. Және соңғы теңдеу 147 7 көбейтеміз баға тең 210. 147-ні 7-ге бөлетін болсақ 21 болады. 21 көбейтілген б тең 210. Көбейту бөлу болып өтетін болса, 210-ды бөлеміз 21-ге. Бұл да жауабы 10 шығады екен. Сонда 147 бөлеміз. 147-ні бөлеміз
7-ге 147 бөлінген 7 10-ға көбейтсек 210 шығады екен. Сонда 210 тең 210 болады. 5-ші тапсырма келесі. 6-шы тапсырмада есепті шығар. Ғарышкерлер ұшу сапарына әрқайсысында 2 түбекшеден 3 қорап сорпа және бірнеше түбекше ет алды. Олар барлығы 200 түбекше тамақ дайындаған болса, онда ұшу сапарына қанша түбекше ет алған дейді. Ендеше берілген жазып алайық. Алдымен берілгені. Берілгені жалпы ұшу сапарына әрқайсында 32 түбекшеден 3 қорап сорпа дейді. Демек, сорпа 32 және 3 қорап. Ал етті анықтауымыз керек екен. Және барлығы бізде 200 екен. Ал енді шешуін анықтау үшін жалпы 32-ні көбейтеді екенбіз. Жауабын анықтау үшін 32-ні 3-ке көбейтеміз. Тең 96 болады. Ал бізде барлығы белгілі. Сонда 200-ден 96-ны азайтатын болсақ 104 болады екен. 104. Ал енді жауабын жазатын болсақ, жауабы ұшу сапарына 104 түбекше ет алған екен. Бұл бізде жауап. Түбекше ет алған деп жазып қояйық. 6-ші тапсырма келесі. Келесі 7-ші тапсырмада егер боялған бір бөліктің өлшемі берілген болса, осы фигуралардың ауданы қанша болады дейді. Демек, жауабын жазайық. Бірінші А есебінде жалпы бір тор көзі 2 сантиметр екен. Ал енді осы фигуралардың жалпы ауданын табу керек. Бірінші А есебінде берілгені жазып алайық алдымен. Демек, бір боялған бөлігі бізде 2 сантиметр екен. Сонда 2-ні көбейтеміз 3-ке, тең 6 сантиметр. А тең бізде сонда 6 сантиметр болады екен. Ал енді біз оның ауданын анықтауымыз керек, сантиметр квадрат. Шешуін анықтау үшін біз жалпы формулалар пайдаланамыз. Сонда S 4 бұрыштың жалпы ауданын анықтау үшін аны көбейтеміз А-ға. Сонда S тең бізде А 6 сантиметр болса, 6-ны 6-ға көбейтеміз. 36 сантиметр квадрат болады екен. Жауабын жазып қояйық. Жауабы S ауданы жалпы S тең 36 сантиметр квадрат. Бұл бізде А есебі. Ал енді есебін орындайық. Есебінде жалпы 3 сантиметр екен. Жазайық. Жалпы бір боялған бөлігі 3 сантиметр екен. Ал бізде барлығы бәрін санайтын болсақ, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, ya. Demek 3'tü 5 deymiz. 5. Bak, 5 yuvdim. Sonda endi 3'tü 2'ga ko'paytamiz. Teng 6 santimetr. Demek A teng bizde 15 santimetr ekan. Al B teng bizde 6 santimetr ekan, ya. Beshi жазып алайық. B teng bizde 1 santimetr ekan. Ал енді оны жазатын болсақ, бізге жалпы ауданды табу керек, ya. S ауданын табуымыз керек сантиметр квадрат. Ал енді шешуі анықтау үшін жалпы S ға көбейтілген B болады. S ауданын табу үшін сонда 15-ті көбейтеді екенбіз 6-ға. Тең 90 сантиметр квадрат болады екен. Жауабы 90 сантиметр квадрат. Бізде Ә есебі келесі. Б есебін орындайық. Б есебінде жалпы 2 сантиметр және 4 сантиметр берілген екен, ya. Берілгені жалпы бір боялған бөлігі 2 сантиметр. 2-ні көбейтеміз 5-ге тең жалпы сантиметр. Сонда А тең бізде 10 сантиметр болады екен. Б тең бізде 4 сантиметр болады екен. Ал енді S ауданын табуымыз керек. Шешуін анықтау үшін формуланы пайдаланамыз, ya. S аудан Аны Б-ға көбейтеді екенбіз. Сонда S аудан тең 10-ді 4-ге көбейтсек 40 сантиметр квадрат болады. Жауабы S ауданын 40 сантиметр квадрат болады екен. Соңғы тапсырма екен. Осымен қош сау болыңдар достар. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпайық.